Ассалаумағалейкум достар, қош келдіңдер менің каналыма. Сіздермен Ахметолды Ақжол. Достар, бүгінгі сабағымыз біздің штриховка, яғни штрихті қалай жасаймыз. Кез келген проект, кез келген исполнительный схемаға штрих жасауға болады. Оны қалай жасаймыз, қазір сіздерге үйрететін боламын. Және де бізде сіздерге тағы бір айта кететін жай, яғни полилиниямен де штрих жасауға болады. Яғни полилинияның ширинасын үлкен қылып, соған байланысты штрихті жасауға болады. Қараңыздар достар, ең бірінші панельге барамыз. Панельге келгенде полилинияны таңдаймыз. Полилинияны таңдағаннан кейін, яғни бұл крыльцоның, яғни проектісі. Осы проектіге бізге стена сызу керек, яғни штриховка жасау керек. Ол үшін, яғни штрих слойын таңдап аламыз панельден. Енді қараңыздар, мысалға бізге керек стенаны сызу керек. Ол үшін бірінші точканы белгілейміз. Белгіленгеннен кейін, яғни командная строкада, яғни бізге жазылады дуга, полуширина, длина, отметь, ширина деп. Яғни дуга, яғни бізде егерде углдарын көрсетсек, углдар шығады. Длина, яғни ұзындығы, немесе яғни ширинасын көрсететін болады. Және де бізге достар жұмыс өте тез болу үшін, қарқынды болу үшін, мысалы клавиатурадан Ш деген әріпті басып, интерді бассақ, яғни осы штриховка жасала береді. Немесе ширинасын өзгертуге болады. Немесе полилиния қайта таңдаймыз. Қайта осы точканы таңдаймыз. Мышканың оң жағын бассақ ширина деп тұрады. Немесе командная строкада, яғни ширина деп таңдауға болады. Таңдадық. Енді бізден достар мінекей начальная ширинаны сұрайды. Яғни бізге стена сызу үшін біраз ширинасы осы линиямен бірдей болу керек. Мысалға мен қазір таңдаймын 200 деп. Интерді басам. Интерді басқаннан кейін, яғни конечная ширинада ол да стена ровный болғандықтан солай таңдаймын. 200 деп аламын. Интерді басам. Мінекей осы біздің линиям шықты. Екінші точканы басып, немесе интерді де басуға болады. Енді бұл штрихтің, яғни түстерінде өзгертуге болады. Ол яғни бізде свойствоға барып, мына жерде түстерін өзгертуге болады. Мысалға бізде көк түсті, өйткені стена көкпен беріліп тұр. Және де достар, бұл полилинияның да бірнеше элементтер сызуға болады. Сіздерге айта кетейін. Мысалға бізге стрелка керек болатын болса, полилинияны таңдаймыз. Кез келген жерге мысалы көрсететін боламын. Яғни бірінші точканы таңдаймыз. Таңдағаннан кейін бізден ширина сұрайды, яғни. Мысалға маған стрелка сызу керек, ол үшін, яғни конечная, начальная ширина ол 0 болады. Интерді басам. Конечная, мысалға 250 деп аламын. Интерді бассам, яғни бізде треугольник тәрізді шығады. Енді мышканы сол жағын басып, ары қарай линияны жалғастыра аламын. Яғни бізде біз таңдаған ширина шығып тұр, ол ширина бізге өзгерту керек. Ол үшін қайтадан ширинаны таңдаймыз. Таңдағаннан кейін, яғни начальная тоже бізде мысалы 100 болса, конечная да 100 дейміз. Интерді басамыз. Енді мышканы сол жағын басып, мышканы оң жағын басып, вот деп те шығуға болады, немесе ескертті де баса салуға болады. Мінекей бізде стрелкамыз осылай шықты. Енді осы стрелканы, яғни өзімізге керек, соға байланысты бояп алуға да болады. Достар, енді бізде, яғни осы проектті ширинаны, проектті кез келген, мысалы бояйтын жерде штриховка жасауға болады. Ол үшін панельға штриховкаға барамыз. Басқаннан кейін бізде штрихтың бірнеше түрлері бар. Қандай түсте, қандай углда, қандай размерде, яғни масштабқа да қоюға болатыны бар. Мысалы, маған осы стенаны бояу керек. Ол үшін өзіме керек штрих таңдаймын. Мысалға осы 32 деген штрих таңдаймын. Таңдағаннан кейін стенаны басам. Бастым, яғни бізде, яғни стена толығымен штрих жасалмады, өйткені бізде ойыстар мен размерлер кедергі жасайды. Сол үшін қайтадан ескейтті басып, яғни бұл кедергілерді алып тастау керек. Ол үшін достар бізге слойға барамыз. Слойға барғаннан кейін бізде ойыс деп тұр. Мысалы, ойысқа барсақ, отключение деген бар. Бассақ, яғни сол слойымыз өшіп қалады. Яғни бізге размерлерді кедергі жасайды, сондықтан размерді де басып, бұл проектіден алып тастаймыз. Енді қайтадан жаңа айтқандай штрихті басып, яғни осы стенаның үстінен бассақ, яғни бізде штриховка жасалады. Оның түстері,
мысалы бізге көк керек болса көкке өзгертуге болады. Яғни масштабы мысалға 20 деп алайық, интерді бассақ, яғни біздің ширинасы да өзгереді. Достар, мінекей кез келген проект, кез келген исполнительный схемада осылай штриховкамен жасауға болады. Егер де менің сабағым ұнаса, лайк басып кетіңіздер. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментария жаза кетіңіздер. Соған байланысты сабақтар жүргізетін боламын. Сіздермен қоштаспаймыз. Сау, сәлеметте болыңыздар.